Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Осы видео ұнаса лайк басыңыздар. Мен сіздерге бүгін Дара интеллектуалды ұлттық ойынын көрсетемін. Бұл ойын YouTube арнасында бар. Сол ойындың шаблоны бұл жерде мен қысқартып жасаған. Кім жылдам, жұмбақ жәшік, одан кейін капитандар сайысы деп аталатын 3 кезеңнен ғана тұрады. Ал ол жерде негізі бір 5 кезең бар, сондай болу керек, қателеспесем. Бұл шаблон сабақта қолдану үшін құрастырылған шаблон, қызықтыру үшін оқушыларды. Енді қазір мен сразу ашып көрсетейін, бастан бастап сначала деп. Дара зияткерлік сайысы осылай басталады. 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бізде кім жылдам, жұмбақ жәшік, одан кейін капитандар сайысы. Кім жылдам? Бұл жерде сұрақ ашылады. Уақыт бар 10 секунд. Тура сол ойынның өзіндегі 10 секунд. Уақыт біткеннен кейін жауап беріп, тексеріп көреміз, жауап шығады. Келесіне өткіземіз. Міне. Істейді барлығы. Осылай ойната береміз. Өткізіп жібере салайын, яғни барлығы істейді. Анық істейді, сол себепті көрсетпей, ашпай өткізе береміз. 7-ші сұрақ, 8-ші сұрақ, 9, 10, 11, 12. 12 сұрақ, одан кейін жұмбақ жәшік. Жұмбақ жәшік қалай болады? Жұмбақ жәшікте мына жерде сіздер сол сабақтың кезінде жәшікке бір зат алып шықсаңыздар да болады. Или болмаса мына жерге мен онлайн түрде салып қойсаңыздар да болады. Суретін уақыт арқылы ойланады. Одан кейін жауабын ашады. Қазір мен артқа айтарайын. Жауабын көрсетпедік, жаңағы. Так, міне. Тексеру арқылы жауабы шығады. Ол зат міне алма деген сияқты. Осылай ішінен зат шығады. Одан кейін капитандар сайысы болады. Соңғы не? Осындай 4 не бар. 4 ұяшық таңдайды. Ұяшықтың өзінің сұрағы болады. Уақыт бар бізде. Тексеру бар. Жауап басты дейді. Таңдалған ұяшық жауап отырады. Аяқтау арқылы аяқтаймыз. Тесттен өткізіп кеттім. Қазір енді бір біліп түсіндіріп өтейін. Бұл жерде Дара интеллектуалды ойында 2 топ қатысады. 2 топ болады. Міндетті түрде сіздер өздеріңіз 2 оқушы алсаңыздар да болады. Или болмаса 3-4 топ етіп істесеңіздер болады. Өз қалауларыңызша сабақта қолдана бересіздер. Енді бірінші кезең бойынша мен 12 сұрақ жасадым. 2 топқа. Мысалы 6 сұрақтан жауап береді. Енді так, бұл жерде сұрағын көбейту керек болса, дублировать етеміз. Азайту керек болса, врезать етеміз. Оны тағы да айтып өттім, білесіздер. Жұмбақ жәшік. Жұмбақ жәшікте әр топқа бір сұрақ болады. Яғни жаңа айтқанымдай жәшіктің ішіне бір жәшікті сабақ кезінде алып шығып, соның ішіне зат салып қойсаңыздар, ол күшті болады негізі. И мынаның ішіне де салып қоюға болады. Оны қалай саламыз? Қазір бұны да көрсетіп өтейін. Бұлай істесеңіздер мына жерде тұр. Осыны бұлай үстіне басып, изменить рисунок деп кез келген заттың суретін қойсаңыздар болады. Анимация өзі сақталып қалады. Одан кейін мынаны бұлай қайттан орнына қоямыз. Болды. Міне. Дайын. Қазір. Болды. Істей береді. Суретті сөйтіп қоясыздар. Әр топқа бір жәшіктегі сұрақ болады. Ең соңында капитандар сайысы болады. Бұл жерде әсіресе осы Дара ұлттық бәйгесінде негізі видео сұрақтары болады. Мына жерге видео сұрақтар қою керек. Мен бұлай қоя салдым. Өйткені видео сұрақтарды өздеріңіз құрастырасыздар. Егер керек болса. Мына жерге адамның суреті, яғни бір профессор болсын, мұғалім болсын, соның суреті қойылады. Одан кейін мына жерге сұрақ жазыңыз деген жерге видеоны қойып қолдана бересіздер. Видео сұрақ қойылады, жауабы шығады. Сол бойынша қазылар алқасы бағалайды, жеңімпазды анықтаймыз. Осындай шаблон, яғни мынау несі фоны сол бұған ұқсас ретінде құрастырылған. Кезеңдері сол жаңағы жәшік, осындай жәшік бар, ол не бойынша көрген болсаңыздар. Жалпы осындай интеллектуалды ойын. Енді осы ойын керек болса маған жазыңыздар, мен сіздерге толығырақ сол жерде айтатын боламын бағасы туралы. И тағы да басқа түсінбеген жерлеріңіз болса сұрасаңыздар болады.